Хайырлы кеш инде була, хөрмәтле җәмәгать. Менә урыс халкында получить благословение дип борыннан килгән, мәсәлән, аталар анасыннан хайыр фатиха алырга. Ул беләсезме? Ышанасызмы, юкмы? Әйтәсем килә, ул бәлки ата-ана сизеп тора ул. Чөнки менә мин бер апам әйтәм инде хәзер. Юк, апам түгел инде. Бір шул әйтейме, туғанның қызы вақытында бүтән кішіге күйеуге шығам дегеш, анасын айтқан инде. Тігі дей, шул елап жіберді де, әні де шул де, анасы шул елап жіберген. Шықма деп. Бұл енді яш шағында тігі егіт бит білесіз, енді қию, ол шул миллеттен де біраз қиюлық келген енді аларға қызу қан, алар енді шул орысша айтмышли настойчиво бұл енді. Енді қызлар қойсы уақытта тігі әйтелер бит ол. Бірсі айтақ, алар де бізді сайлы, бізді сайлаған қызларын деген болалар. Екіншіден алар, мәселен, қойсы уақытта айтелер, кімге шықмаса да бәрібір ол де ир деп нетмелер де, алар ирінің нәрсе орысша айтмыш, заменитель, татарша білмеймейді, шулай да деп. Енді түрлі фикір, қазір ол фикірлерге тарала башласақ, енді түп фикірі біз не ұғалтабыз енді. Шуны айтасыз келе, ана сеза ол хатта міне. Алар нешіктір бір яғынан тәжірибе бар, қызымы, малайымы көрсәтеді, міне әни үйленесім келе, қызы міне әни ұшынарға кеуге шығасым келеді. Ана жүрегі алдамай, ана сеза. Шунасын енді тағы айтасыз келе, екінші яқтан бір не була қызлары, мәселен, бұл тағы айтмейм енді, қайсы яқтан нәрсе туған, чүнки орысша айтмышлы вычислеп, рәнжей башылар, қазір шундай уақыт келді. Бір-бірісіне бармақ мына көрсетелер, мына мен гел қарайым тігі МД деген мужское движение, мәселен, РСП деген разведенный с прицепін деген шулар. Алар сөйлей бере, алар тұрмыштан мына шундай вақиғаны сөйлемейлер. Мен тігі расларға деп, ышанмаслар деп, өзіме қалса сөйлеген болам. Ол бәлки керекмейдірді. Мәселен, неше дистелер ел ілік, мәселен, бір ғайлеге қызы қайта Ирақтан. Әти, әнемен кеуге шығам, тігілей бұлай деп. Енді шатлана, енді кеуге шығам. Әр қайсы ойлы, мен де енді ұта тұрған билет алдым деп ойлы енді. Еллар ұза біраз. Көзлер ашыла, енді не? Екінші фикірді бола кіші. Екінші фикірді. Әмин жәмәғат айтасы келе. Ол бір яғынан аңларға бола. Бізде мәселен ауылда, ілікті бүтен ауылларда өз ауылының кішісіні тырышқанлар шунаға үйлендірге, кеуге алырға, чүнки біліп тұрғанлар нәсілін, бізде мәселен бұл нәсілден деп нетелер, бұл тұқымы деп мәселен біліп тұралар. Буламы, юқмы деп. Әлі біздің милләт кішілерін айтмей, бүтен милләтлерін айтсасым келе, алар нәрсе енді құйрығын сібірі берейлер ие. Хатта ішіп нетіп, қозып, ашунасын бірнеше ел ұзға шығаресің, анда-санда автобусда район үзәгіне барасың, ол шунан кетіп бара ауылдан, ауылға қайтып келелі қонаққа бір егіт тауып, кеуге шығып, аны білесім, ол шул әлі қоян бір егіт табаларды, танышыларды, үйленшілер, ауылға қайтып көрсетелер мына егітін. Әлі мен пединститут бұлай тұрағында тұрған шақта бір қыз ерді де егіттен шынасын бір нәрсе оңмады ішілері. Енді ол тез енді ауылға хабар таратқаш енді күйеуге шыға деп қолға қаршы келген егітіне тұтып алды да әйлендіріп, аның сіңлісі меңа альбомны көрсетіп, міне езнебіз матур, шулай деп мақтанып. Мен айтам, матурлық ол тек тойдағына тұрмышта әлі қоян білесің, нендей мінәзанын. Аларны біліп болмай бит.
Менә кайсы вакытта әгәр дә сез туганыгыз бер канагат булмаса, никах белән еллар дәверендә, еллар узгач, аны иң беренче сорау бирегез үзегезгә. Ул сезнең авылыгыздан кешеме? Ул теге үзенең авылдан алган, теге бик кызыксындырмый, мәхәббәт таңды булмый көчле, чөнки яңа кеше түгел, ә менә яңа кеше элек беләсезме, авылга шәһәрдәнме, бүтән авылдан бер кыз килсә, кунак кызы дип һәр кайсы күрәсе килә, гашык булалар. Янында торган теге ни урыс әйткән бит, мы нәрсә не ценим золото у себя, ценим иметь на стороне дип ирләр хакында әйткән. Шуның кебек, мәсәлән, хатта кайсы вакытта ул шулай авылдашлар кызларына игътибар итми, әллә каян бер кыз килә, ул мәсәлән үзен тота белән ишектер хәйләкәр, ул бәлки ул авылда анарга игътибар да итмәгәннәрдер, чөнки белгәннәр нинди нәселдән. Монда килеп ул инде егетләр баш әйләндереп, егетләрнең ахырында сайлап ала бер юашмы, әллә уңган бер егетне, соңдан еллар узгач туганнары үкенә иде, менә нинди булып чыкты дип. Шуны әйтәсе килә. Кайсы вакытта күп мин күзгә ташлана, уңмаса ниләре, никахлары, ничә еллар дәверендә, ул белмәгән әллә каян бер авылдан килгән кеше була, бүтән авылдан. Шунасы мин әле хатта мин Башкортстанга барган идем беренче елда университет чагымда. Шунда мин аны авылларына кайтканда автобустан төштем дә, сорадылар, кемгә барасың? Мин фәлән. Алар тик көлемсерәпме шулай нәрсә генә дип бер нәрсә әйтеп куйдылар, әйтмәделәр. Соңда мин шикләнә башладым. Бәлки миңа ни әйтеп куясы киләләр, игътибар итмә, бик кызыксынма, чөнки ни дип. Шулдыр бәлки, җәмәгать. Үзегез, сез акыллы кеше, башыгыз бар. Мин бер фикердә хак торырга, сез икенче фикердә хакыгыз бар торырга. Менә мин сез үзем фикерләремне тик уртаклаштым. Шун белән тамамлыйсым килә, чөнки вакыт бетеп бара. Шун белән рәхмәт, игътибарыгыз өчен, исән-сау торыгыз. Бәла казаны саклы, Аллаһ Тәгалә сакласын.